Өкініштің өксігі. Жаздың ми солқылдатар ыстық күні. Бестің шайын ішкеле жатқанбыз. Енем мен ерім есігіне тор ұсталған кішкене үйде. Мен шай қамымен үлкен үйде едім. Манадан сыртта жүрген атамның кіріп келе жатқанын аңғарып, ығыстай бердім. Әшейінде «Ау, балам-ау» дейтұғын әдетінен жаңылғандай, үндемей, тіпті мені елемегендей боп ішке өтті. Жүгіріп енеме бардым. «Апа, папам келді. Түрі жылаған сияқты, барыңызшы» дедім үрке. «Тәйт, жылаған нес?» «Қойшы сен де, түймедейді түйедей қылмасаң жүре алмайсың» деді жарымда. Шын айтам, баршы сенбесең. Енем аударылып, төңкеріліп орнынан көтерілем дегенше жақан екі аттап үлкен үйге жетті. Соңын ала біз де бардық. Атам басы салбырап диванда отыр. Жақан не болды деп зерлей жерге жайғасыпты. «Шалау, айтсаңшы балаларды қорқытпай» деді апам. «Әй, сен бері кел, отыр мұнда» деп жан ұрып қойды. Енем Әліптің артын күтіп қасына жайғасты. «Мен осы уақытқа дейін саған жылы сөз айтпаппын. Бірінші Алла, екінші өсіп өніп, шаңырағым жайма шуақ жылылыққа толып, айранда үйіп отырған сенің арқаң. Біз еркектер мұндай сөзге әуелде жоқпыз ғой, айтайын. Саған ризамын». «Әй, не болды сонша?» дейді апам енді шын қорқып. «Мұңдайын жоқ еді». Атам сөзін жалғап: «Алладан жалғыз тілегім бар. Сенің алдыңда алсын, соңында қалдырмасын. Балалар мен сенің жамандығыңды көрсетіп, жер бастырмай-ақ қойсын» деп қалдасынан ұқыптап бүктелген бет орамалын алып көзін сүртті. Үшеуміз де үнсізбіз. Үнсіздікті атам өзі бұзды. «Осы бетте Омардікінен келем». «Ойбу, тірі ма, аман ба?» «Тірі болғанда құрысын. Тәйт, оның қалай?» «Әй, кемпір, сен не білесің? Сендер не білесіңдер? Оның күйін ешкімге бермесін». Атамның досы жайлы енемнен біраз жайға қанықпын. Омар ата мен атам құрдас, дос, замандас, сыныптас. Биіктеу қызметте де бәйге атындай қатары болды. Ол кісінің де біз секілді екі ұл, бір қызы бар. Үлкені үйленген, әуелден бөлек тұрады. Кенже ұл отбасымен қара шаңырақта. Қыз әлі тұрмыс құрмады. Анасы тірісінде: «Қарағым-ау, жасың келді, күйеуге шықсаңшы» десе, «Мен алатын еркек әлі туылған жоқ» деп, әкенің атағына барлықтың буына балқып, жүріңкіреп қалды. Бетіне ешкім жел боп тимей, өз айтқанымен жүріп үйренген бұлаң бой жеткен шаңырақтағы келінмен кекілжісіп қалатын. Сайып келгенде анасы қызын жақтап, келінге: «Шаңыраққа қара, әліңді біл» дейді екен. Зәуре апа дүние салғаннан кейін 5 жылдан соң жолдастары өзі қатарлы әйелмен таныстырады. «Жасым келгенде күйеуге тиген несі» десе, Омар атамен сөйлесе, білісе келе: «Әуелі балалармен танысайын, ризашылықтарын алайық» депті. Бұл ақылға Омар ата да келісе кетеді. Жақын бір-екі досын әйелдерімен жинап, дастархан басында әңгіменің басын ашады. Сол кезде 3 баласы 3 жақтан атылып, сөз бермей шуласып, әйелді де, қонақтарды да үйден қуып шығады. Құрдастары балаларда қызғаныш болады. Ол заңдылық. Дегенмен адам ертеңінде ойлаған абзал, бұлай қылшылдап тұра бермейсің. Қартайғанда жаныңа серік болар, тым құрыса әңгімелесіп шай ішетін, ішкі сыр құрсаңмен бөлісетін де адам керек. Балалар бүгін болмаса ертең көнер, түсінер, мойындар деп атаға ой тасаса да ол кісі: «Әйелімнен өлідей айырылдым. Жасым келгенде балаларымның теріс айналғанын көтер алмаспын» деп соңғы шешімін айтады. Сонымен әңгіме тоқтап, жабулы қазан жабумен қалады. Ай артынан ай, жыл соңынан жыл өтіп, Омар ата да қартая бастайды. Жылдан жылға қатарларының да тобы азайып, баяғыда емес, ұлғайған жастарын сылтауратып, бас қосуларда сирей түседі. Қолында билік тұрғанда 2 дүкенмен 2 май құю бекетін ашып алған. Бір дүкенмен бір бекетті сол жылдары институт бітіріп келген үйленген ұлдың атына, екінші дүкенмен май бекетін жұбайы Зәуре апаның атына жазады. Апа көз жұмған соң істі екінші ұлы жүргізеді. Жүргізет деген аты болмаса, бәріне әкесі басшылық етті. Күндердің күнінде қызы тіксініп: «Папа, маған үй сатып әпер. Күйеуге шықсам шықтым, шықпасам оны көрем. Сенің балаң емеспін бе?»
менің атымда неге ештеңе жоқ дейді. Негізі қыз бен келін арасындағы алакөзділікті көрген сайын жаны ауырып, қызына үй әперу ойында жүрген. Бірақ бизнесін сату емес, өзіндік есеп жоспары бар еді. Қызының өктемдігі өңменнен өтсе де үндемеді. Мәселені тез шешпесе, жазылмас өкпеге ұласарын сезіп, май бекетін сатып пәтер әперді. Әкесінің бұл қылығы әрине ол мен келінге ұнамады. Байқайды, келін мен баланың өкпелері қара қазандай. Кейде сөздермен, кейде іс-әрекеттермен білдіріп қояды. Бірін көрмегенсіп, бірін естімеген боп, жаба тоқып жүре берді. Әкесінің үйленем деуі сыныққа сылтау табылғандай, өкпенің отын үрлеп тереңдете түсті. Оны өршіткісі келмей, үйленуден бас тартты. Әйтпесе Жәмила өте жақсы кісі еді, мінезі де жайлы, түсінігі де мол. Ертеректе мұның әй дегені балаларына өтетін. Ол кезде жас еді, алымды қарымды еді. Бүгіндері одан айырылған. Ұрпағы өсті, өз қолдары өз ауыздарына жетті. Енді ешкімнің ақылына зәру емес, өз ақылдары өздеріне жетеді. Көңілі ортайып, бейне бір демеуіз дегендей, паназ деген торғайдай бірде үлкен олдыкіне де барып көрген. Дана қазақ, келін түскен соң біраз уақыт ата енемен тұрғаны дұрыс деп бекер айтпаса керек. Өзге елге тез сіңу оңай емес. Сол бірер жылда енеден біраз нәрсе үйреніп пісейді. Отбасындағылармен өз туыс бауырындай жақын араласып, бала сүйіп, ана болып, әйел келін жар болудың, отбасылық өмірдің қыр-сырына төселеді. Келген еліне жақындық, жанашырлық, сыйластық, түсіністік, тілеулестік сезім қалыптасады. Бұлар болса өйтпеді. Бала мен келінді оқуларын аяқтасын деп Алматыға қоя берді. Өздері би, өздері қожа, әуелде жастықпен білмеді, бертін келе жандар соған үйренді. Әлемде екеуінен басқа адам жоқтай. Тапқан таянғандарын бауырларына басты. Олар институт бітіретін жылдары екінші келін түсіп, алдыңғылардың көктен тілегендері жерден табылып саяқ кетті. Әуелден бөлек тұрғандықтан ба бұл жаққа бөтен. Папа, неше күнге келдіңіз деп, келін бірнеше күн қонақ болған атасына бұл сөз жүрегіне инедей қадалған. Бұл оқиғаны әрмен қарай өз атамның әңгімесімен жалғастырайын. Ой, несін айтайын, Қалдакеу. Қазіргі ермегім мына таңылған кереуетте жатып, төрт қабырғамен сөйлесу, тілдесу. Ол біраз үнсіз қалды. Дір-дір еткен, икемге келер оң қолын әзер көтеріп, суланған езуін сүрткен болды. Қатқан теріде еті қашып қураған саусақтары тебіндеп, өсіңгіреген сақал мұртына тигенде сықырлаған үн шықты. Алладан не тілейтініңді білесің бе? Деді шалқалай жатқан басын зорға бұрып. Көзім жұмылған қалпы таңертең оянбай қалсам деймін. О не дегенің, Омеке? Құдай сақтасын, олай Аллаға өкпем жоқ. Ол маған бәрін берді деп тағы тоқтады. Иә, бәрін берді. Қызмет, дәулет, ұрпақ. Бірақ баянсыз болды, ақыр оңбады. Қойыңыз, олай демеңіз, Омеке. Солай. Ақырын бер деп неге айтқан бұрынғылар? Жас кездегі дәуренінің емес, қартайғандағы өміріңнің күйі мәндірек. Дүниенің буына елтіп қызметтің қызығына түсіп, әлде бәрін өзім өткізіп алдым ба, қалай ойлайсың? Жоқ, әйелім кеткен соңда біраз нәрсенің байыбына бармаппын. Зайыбыңды алдым, енді ойланарсың деген екен, ау, бұл тағдыр. Жәмилаға үйленбегеніме, сендердің айтқандарыңа құлақ аспағаныма өкінем. Неге екенін білесің бе? Жауап күткендей маған көз қиғын салды. Оған үнсіз сұраулы қарадым. Өз дәретіңді өзің төгуге жарамай жатқаныңда, әуретіңді ұрпағыңа көрсетуден қымсынғаннан асқан азап жоқ екен. Келіндерді бұлай қойғанда екі ұлдың өзіне көрсеткім келмейді. Ұшынып қалар ма, жиіркеніп қалар ма дегенде ой болады. Ал ол екеуі сырттай жиіркеніп өздері ақ қашты, жоламады. Сосын күтуші жалдады. Бар болғыр, бала тамағымды береді, асты үстімді тазалайды, бірақ ол да өрімдей жас қой. Мені аударғанда, тазалағанда ол да өзімде қиналмайын деп тамақты да тарташем. Араным сау ғой, қалай ішпей тұрарсың? Жата берген соң ішіңде қатады. Қазір жан басым ойылып қалды, ашиды, ауырады. Жумай ма? Жуат. Әне бір майлы ма, сулы ма, шүберекпен сүртеді. Обал не керек?
Ол үстімдегі жайманы ашқан сайын қысылам. Сен оған жас деп емес, дәрігер деп қара. Құртас. Айту, ақыл беру оңай. Менің халімді басына түскен ғана білет. Жәмилаға үйленгенімде тым құрыса осы күйімді түсінер еді. Жаныма жалау болар мет, әңгімелесер мет. Жалғыз қоймай көңіл бөлер мет деймді. Адам көңілден жүдейді. Балалар жанымнан алшақтамасын деп Жәмиланы қолымнан жіберіп алдым. Мұның бекер болды. Сайып келгенде ол да, қыз да өз жағдайын жасап кетті. Бір шаңырақта тұрып, бас сұқпаулары, папа қалайсың демеулері. Мүмкін сасып жатқан шығармын, мүмкін түрім қорқынышты шығар. Әлде жүк болдым бекен? Бала ғой, жас қой, өкпелеме бар жағдай осы. Мені әйелімнің алдында ал деп біліп айтыпты шалдар. Ауру әйелге болсын, ерге болсын оңай емес. Ауру кірді, әлек кірді деген. Деп көзін сулап алды. Сосын тез өзін жинап, айып етпе, деді кінәлі адамдай жаутаңдап. Босап кеттім бе? Адам мықты болудан да шаршайды. Қажет екен. Кейде оңашада осылай сәл. Сасып қалдым. Омеке мүмкін сақал мұртыңды алып берермін дедім, әңгімені басқа арнаға бұрып. Өсіп кетіп пе? Әрине деді күліп. Күлді дегенім өтірік, күлудің арымын жасады. Міне, енді жігіт болдың деп әзілдедім сақал мұртын алып болып. Шыныңды айтшы, осы бөлменің іші сасық ба? Жоқ, не олай дейсің? Қайдам? Келгендер кеткен жасығады. Немерелер тіпті кірмейді. Қанша ақ төсекке жатқызып, күтуші жалдаса да, терезе ашып желдетсе де бөлме ішіне сіңіп қалған жағымсыз иістің бары рас етті. Өтіргімді досым сезіп қойғандай. Әрине, иіс болады ғой енді деп қойдым жайғана. Сосын әңгіме төркінін күрт бұрып. Денемді жансыз ғып, тек тілімді сайратып қойғанша, тілімді алып, мылқау ғып денемді неге сау етпедің деп Аллаға кейде наз айтам деді ол тағы да. Қой, күпірлік етпе. Әлі де айғып кетесің. Сынақ қой, сынақ деп алдар қатам. Олай болмасын, екеуміз де білеміз. Я, сынақ. Көнбеске амал бар ма? Кеудеңнен жаның шықпаған соң бәріне көнесің. Көнбей пейде қайда барады? Бұл дүниеде сынағы болса, о дүниемде жұмағы болар жаратқанның маған деген. Сондықтан сен шал күпірлік етпе. Күнде келіп, 5-10 минут жанымда отырып кетсеңші дейін десем, сен де жас емессің. Үй арасы да алыс. Марқайып қалам сен келгенде деп жұмайды. Барыңды бағала. Кемпіріңнің амандығын тіле. Келіскенімді білдіріп, басымды изейм. Алла ер мен әйелді бекер егіз етпеген. Балаң, ұрпағың, ол да керек. Әйтсе де, ең жақының жарығың. Зәуре дұрыс істемеді, мені тастап кетті. Алланың ісі ғой енді. Иә, зәуре болғанды бұлай болмас бет. Шаңырағымда шырай болар мет, балаларда басқаша болар мет. Аурумда жеңілдеу болар мет деген сандырақ қой менікі. Жамбасым ойылмас бет. Әңгімелесіп қасымда отырар еді. Ұрыссар метік. Оның күңкілдеп ұрысқанымды сағынды мен бейбақ. Пенде ғарып болғанда, ненің болсын қадірін түсінеді. Бәркеш, біріншімен кетуім керек еді. Мүмкін менің қиналғанымды көрмегені де дұрыс шығар. Оғанда оңай болмас еді. Алла адамды қорғылмасын. Кейде қай пейілімнен таптым деп қалам. Жас шақта көз сүзген керім келіншектерге желікпедім. Некенің ақ төсегін былғамадым. Бұл ақталғандығым емес, табиғатым әуелден лассатты сүймейтін. Балаларды өмір сүрдім. Кереветке таңылып жатқаныңда ойлануға уақыт көп. Мені алжыды демегін. Жоға, о несі? Балаларға неге сүйкімсіз болдым қалбеке? Беттерінен қақпадым, жаман әдетпен жүректерін жараламадым. Алысқанмен алыстым, жарысқанмен жарыстым. Әкелік міндеттерімді атқардым деушім, қай жерден қате кеттім. Нені ұқпадым екен? Маңдайларына жел боп тимедім, қатты айтып, қабақ шытпадым. Неге менің қадірім қалмады? Қой енді таусылма, жас қой, түсінер. Ол кезде кеш болмай ма?
Осы ауыр жүкпен аттанғым келмейді. Қай жерде мүлт кеттім? Нені ескермедім, айтшы. Қой енді, қой. Қателескен жоқсың. Балалар неге өзімшіл? Неге қатыгез? Ойланам да жауабын іздеймін. Қой енді. Шаршап қаласың. Тым құрысы. Саған айтып ішімді босатайыншы. Әуелгіде балаларыма ренжідім. Өкпеледім. Сосын өкпені қойып іштей өзіме есеп бердім. Кіммін? Не бітірдім? Не деп кетіп барам? Отағасымын, еркекпін, асыраушымын. Ол деген не? Асырадым. Ештеңеден кендетпедім. Отағасы бұл, отау көтердім. Сонымен болды ма? Сол отаудың іргетасын қалай қаладым? Қалай қаланып жатыр? Кірпіші қалай өріліп жатыр? Оған мән бермеппін. Сырттан табыс тапқаныма мәз болыппын. Ал ішкі табысым мен өнімім қандай? Қызымды қуыршақтай киіндіріп, алдымды сұлтандай сұлулағанша, неге білектерінен ұстап, қолдарынан жетектеп, ақсақалдардың ақылын тыңдатпадым? Көргенділердің көлеңкесіне саялатпадым? Еткен еңбекпен төгілген тердің құны мен қадірін білуге неге үйретпедім? Бұл бірінші қателігім. Екінші, не бітірдім? Бітіргенім ұрпаға келдім. Ішіндірдім, киіндірдім. Бар сол ма? Ұрпақты ит те өрбітеді. Ол мен қыздың жанына неге ізгіліктің ізін, мейірімнің мәйегін себуге көңіл бөлмедім? Дайын асқа тік қасық болуды өзім үйретіп, енді әр ауыз өз қарнын толтыруды ойласа, неге ренжуім керек? Ата-ананың қадірін, бауырдың бағасын, татулықтың тағылымын, тәубешілдіктің тәлімін үйретпесем неге? Кімге өкпелеймін? Үшіншіден, ал енді бір аяғым көрде тұр. Не деп кетіп барам? Іргетасы осал үй тұрғыздым. Өзімшіл, ойсыз ұрпақ өрбіттім. Баянсыз боқ дүние жинадым. Алла берген екі үлкен нығмет, уақыт пен денсаулықты бағаламадым. Уақытты өтпестей көрдім, денсаулықты кетпестей көрдім деп кетіп барам. Бар денемді байлап, ойым мен тілімді бос қойды. Алла мені ойлансын және оны сендерге, балалардың тыңдамасын білем ғой, айтсын. Іштегі өкініш өксігін шығарсын деген болар. Сен қалай ойлайсың? Мен тек тыңдап, басым салбырап отырғанмын. Қалай ойлайсың дегендегі дауысы өзгеріп, бейне бір алыстап кеткен кісінің үніндей естілді. Жалт қарадым. Қарадым да шошып кеттім. Әлсіреп талықсып барады екен. Ашып тұрып бетіне үңілдім. Көзінің қиығынан жас тамшылары сырғып, самайына жетіп, әрі қарай жастыққа түсті. Дәрігер шақырдық. Тынышталдыратын дәрі ектік. Енді біраз уақыт тынықсын, мазаламаңыздар деді. Біраз отырып мен үйге кеттім. Кішкентайдан бірге өскен қимасым ғой, жаным ашыды, жүрегім ауырады. Еріксіз көзімнен жас шықты. Е бола алмадым. Жас балаша еңіредім жолай. Саған жеткенше асықтым кемпір. Ертеңімді алда біледі. Ұлдарымның өрелі, қыздарымның өнегелі болғаны, көңілімнің күйі болғаны, ұрпағымның сыйы болғаны, отауымның шуақты болғаны, жылуының қуатты болғаны сенің арқаң. Қазыналы әке болдым ба, қазын бір әке болдым ба білмеймін, олым. Бірақ мына отырған анаң жақсы жар. Жақсы әйел. Жақсы ана. Жақсы адам екендігіне кәмілмін. Аналарың аман болсын деді. Сіз де аман болыңыз, папа, деді ұлы. Сіз айтқан өрелі ұл, өнегелі ұрпақ бола алдым ба білмеймін. Бірақ сіздердей әке шешемді мақтан тұтам. Жыламаңыз. Көзіңізден тамған бір тамшы жасыңызға жаным садақа деп әкесін құшақтап, маңдайын тіреді ұлы. Ерексіз жанарым жасқа толды. Апама қарасам, жаулығының ұшымен көзін сүртіп отыр екен. Аймаханның Сақып жаны. Оқыған Қуат Ахметжанов.